Bu Kamboja. Kamboja'nın aeroportu osonday ekan. Mына aeroportdagi Kamboja'nın javobi. Mына üstündegisi Angkor Wat degan bir xramlar var. So'ning belgisi. Mana aeroportning sirti ajoyib ko'rinadi ekan shu. O'shanda mostiq ko'pirlarni qilsangiz. Ko'pir. Biz ishga qaray samolyotga kirib keldik, viza oladigan yerga kelib жатырмыз. Aeroportning ishki ekan. Boshqa aeroport o'nadi bizga. Boshqa qalasini ishini ko'rgan jo'qmiz. To'g'ri sizlarga deb ko'rsataman deyursa qalalarning ishlarini. Mana ne deyishik, welcome Cambodia deb chiqadi qasam kutiksh. Da? Ya. Kamboja'nın aeroportu o'zinday. Жаңа sistema chiqibdi shu. Shtamp qo'yib bergan qalaverdik. Жаңа sistema, bizning pasportimizda shtampi yo'q endi biroq. Hozir biz tamoq yeyib yotamiz. Halol joydan oldida Nuray shaydadi. Men bari aralashtirib jeu kerak edi, biroq birinchi mana yetdi. Neni yetdi bu Nuray? Naqa batib yeydi-da. Sirni. Naqanda bir sousi bor ekan, o'sini batib yeydi-da. Bismillah deb ko'rik. Kas, unaymi mаған? Bekib tushirayın onda men o'zimda. Давай tushir, давай. Men naqani batırdım. Tutdim. Men naqani batırdım. No, ne sos sonda? Jek ko'rguncha. Kışma. Освежает. Aşırı şu. Lime, pepper, короче, сондай нәрселер. Короче, соған батырып араластырып жібересің ғой. Еттерінде тұз жоқ екен. Я сол үшін соны отдельно қояды. Бірақ мынау ащы екен. Негізі мен қазір соңғы кезде ащы жақсы көріп жүрмін, салтқа қарағанда. Еті піспеген. Мынау еті біреулер пісіп, біреулер піспей қалған. Типа шайнап жүгір. Местный еттер сондай шалпылдатып жейді. Бірақ ет тісің арасында кіріп кетпейді екен что-то. Бұлар түсінде ет көрмейді ғой дейді. Мынау не? Сорпасы. Әшейін ішіп көрем, е? Еттің сорпасы, я. Ішіп көрем, е? Ішіп көр. Бисмилlah. Негізі кішкене оны райсқа төгеді да, кішкене қасығымен сөйтіп кесіп. Мынаның үстіне төгем, е, кішкене. Кішкене төгесің да. Бет жемір, мына. Бисмилlah деп төгем. Потому что сухой болып тұрады, кішкене сөйтесің да етті, помидорды араластырып. Үстіне төгем. Үстіп төгеді екенбіз. Сосын бетем, е? Я сосын етті ал бірге, қасына помидор қойып. Помидор, помидор дәу екен что-то, ладно. Үстіп қосам, наны қосам, бәрін араластық, ой. Бет жебегенші. Нормально, да? Азиатский ғой, прям дәмі, е? Прямо негізі. Әшейін қарапайым ингредиенттер, бірақ дәмі азиатский. Популярный тамақ. Камбоджаға. Мынау өзін ішсең дәмді екен. Вкусно. Мынау раменнің несіне ұқсайды, по идее. Тура раменнің несіне ұқсайды. Бірақ ет қайнатам ала ұстау сонда. Ет анауына бүкіл қайнап. Мәссаған. Енді қазір мен қайтем. Мынаның бәрін араластырып сап, мынаның үстіне қосып тастайын ба, не істейді? Сөйт қосып тастасың. Сөйт қосып тастасың. Қазір бүйтем, бәрін араластырам, е? Мен күріштің бәрін жемайтын сияқты, бірақ күрішті от души салып береді екен. Бұл жақта күріш жақсы көреді ау деймін. Күріш бесплатно, на самом деле. Күріш бесплатно ма? Бұл жерде тамақ. Ол нан ғой. Готовок. Да? Иә, бұларда нан жоқ. Нанның орнына күріш дейді. Ой, ё-мо, ана соус күштесіңе. Пиязы. Да? Бүйтіп қоса салам енді, қазір. Қоссам болады. Көп қосылып кетпесін бір жерге. Араластыру керек. Араластырам бүйтіп. Ашу керек. Ашу керек. Бірақ енді әші что-то маған жаға бар. Ұнады ма балау деймін. Қазір балау саға білмеймін что-то. Міне қара. Бисмилlah. Прямо азиатский. Ана азияның дәмі бұл. Жема екен, ұнады. Еще қараңдар. Еще жұмыртқасын қос. Носын. Кескені қызық екен, е. Көп жерде солай кеседі. Жема, андай. Бәрін арасай. Еще мынау маракуйядан жасалған сок. Мен маракуйя негізі Африкада көп жегем. Тура сондай дәмі. Ішпегенімді жегем. Мен сон... Маракуйяны өзін жегем, да? Мына жақта бар ма? Көп сатады, е, кәсі? Сатады, бірақ, короче, бұяқта көбінесе лимонад осындай ішecek сатады. Ішкем тоже. Еще мынау Райша алғаны атқанда еді лемон айс ти. Просто лемон айс, тай-ти деп айтады оны. Тай-ти деп айтады екен. Шайда бұл кол суық түрін алды. Соны қазір ішіп көрем бәрін. Бағана ұнады мен іштім негізінде. Көшеде, короче, ең көп сататын дринк осы фреш. Анда ше, дәмі бүтірлі сияқты көрінеді, бірақ мен алып келдім ғой Қазақстанға. Привкус нормальный. Есіңде ма? Зеленый, оранжевый. Сол ма? Осы.
мен оны жақсы көріп іштім ғой, особенно зеленый. Иә. Мен оны матча деп ойладым, матча емес па? Лимонад. Мынау шай Шай ғой, тема шай. екен бірақ, иә. Тема екен. А мынау қандай соустар, что там? Ол аш. Жаңа мына ше, что-то. Просто ше. Түріне қарап көрініп тұр. Ана соевый соус қарасы. Мынау ше. Ош, білмеймін ше. Балыққа қосады дей ма неме? Мына етке қосады екен, е? Білмеймін, бірақ Қоспай қояйын ба? бірдеңе алайын. Жарайды, қоспай қоямын ондайды. Ладно. Сол тамақ осы. Нұрай, сен мынаны дәмін көрейін ба десең? Мен бір жек көрейінші. Сен дейсің ба? Давай. Міне, давай, Нұрай жейді. Короче, бұның сәл майлы болады. Вау, Сәл дегенде... сен немен жейді екенсің, е? Иә, еще бұл сәл ащы болады. Сәл дегенде білмеймін сендерге қалай. Мына машрумдар қызық болатын сияқты тоже. Машрум емес пе? Не бұл? Гриб па анау, который? Жоқ, машрум ғой мынау. Машрум дептім ғой ана. Зелень ғой, кәдімгі микрозелень. Атын білмеймін ше, бірақ мынау машрум емес. Микрозелень. Вилкаңмен жек бар. Ішінде... Аны үнде білемін. Қазір ладно, мен ішінде бір екеуін жек көргім келіп жатыр. Мә түсір онда. Просто қызық болып жатыр, дәмі қызық болып жатыр да. Мына ішінде не бар көрсетіп жіберейік та. Ішінде рамен ғой мынау, короче. Рамен не мынау? Етін жемей қойын, әшейін осының дәмін көре салайын. Бисмилlah. Бейден, е? Орайын. Ойбай, ұзақ оралып кететін сияқты ма, қалай? Ебер, е? Ішті орайын. Мынаны қосу керек па сен? Мынау не? Қосып жібер. Мынау басқаша бір шөп. Қосып жібер, көрейін. Бейтейін ба? Иә. Мынандай шөп бірінші жеп көрейін деп жатырмын, кет. Бисмилlah. Аппетитно жеп жатсың ше. Майлы? Майлы емес. Ана шөп бар ғой. Миятан жеп жатқан сияқтымын, как будто. Шөп кәдімгі сүйірсек сезіп отырмыз, десем шучу. По идее вкусно. Мен жесең күштірек шығар ғой. Жоқ, дәм береді екен. Просто мен көп жеп қойдым ау деймін, кажется. Түсіндің ба? Кішкене қосып жеу керек сияқты. Мынау ше, мынаны жеп. Давай соны жеп көремін. Әшейін жей берейін ба? Иә. Что-то Қазақстанда бар осындай, кажется. Бисмилlah. Бұл просто. Просто шөп десең. Иә, дәмі жоқ бір ғана. Как будто капуста сияқты. Но капуста емес, но вкусно, короче. Маған негізі ұнады, давай тағы бір жейінші. Вкусно жеп жатырмын ба? Иә. Өзім тамағым суып қалатын болмасын, суып қалмасын тағы да. Міне онда, мен қосып жеп көремін онда қайтадан. Прям местный экспириенс болды. Анан қосып жедің ба? Соусын қостың ба? Етіңе кішкене. Міне. Мама. Міне қара. Бисмилlah. Қалай? Осымен күштірек, иә? Но просто слишком андай освежающий мята сияқты да, как будто. Соны сәл кіші азырақ қосу керек бұны. Сәл азырақ қосу керек. А мынаны жаңағыдай қосып жеген нормально. Что там? Болды онда. Все. Менің сумкамда, короче, телефоның мен паспортыңды сумканың ішіне сал, сосын барып өткізесің деп жатыр екен да. Маған ше back in back деп жатыр да маған. Мен оны түсінбей тұрмын ғой. Миым ашып тұр ғой. In back деген, in back артқа қайт деп неге қоямын деп қоямын. Шатасырып жатырмын да. Айтады да, сумканың ішіне сал деп. Потеря болып тұрсың ғой деймін да? Маған потеря болып тұрсың. Қалай потеря болмайсың мен? Ағасынан бірінші рет естіп басқа. Иностранецтерді ше вообще. Жоқ, Нұрай, мен айтамын да. Чемоданның бәрін қойып жатырық та заттарды ше. Сосын паспортың мен телефонды обычно бүйтіп қоя саламыз ғой Қазақстанда. Олар сумканың ішіне сақ қой деп айтып жатыр да. Сосын мен айтамын да, сумканың ішіне сақ қойсын, мен салып жатырмын да. Кім балауса болса, айтып тұр да, түсінбей тұр да. Сөйтсе аналар бәріңе қой деп қойып жатыр ғой. Ұрсады ғой ше бізге бәрі. Таиландта ма? Иә. Ешкім ұрсып жатқан жоқ, олар сөйтіп сөйлейді. Ой, жоқ, сол Таиланд сәл агрессивный мына жаққа қарағанда. Олар сөйтіп, маған нормально көрінді. Қазақстаннан кейін нормально көрінді, бірақ Камбоджада тұрып. Потому что осы жақта тұрып Таиландқа барсаң, деп ренжіп қалсың, Қазақстанға қойып. Міне осы жаққа келеміз, сөйтіп виза аламай отырсақ, билет көрсет деп жатыр ғой енді. Сөйтіп қазақша билет ашып алғанда in English дейді да, бізде енді қазақша ғана билет болып тұр. Сөйтіп тұрады да, міне бірінші тамыз дейді ғой, август демейді ғой. Бірінші тамыз. Қазақстанда тамыз деп сөйлеме, шетелге шығып тамыз деп кетсін. Қазақстанға август деп, мына жақта тамыз деп па. Вагон Шымкент бірінші тамыз деп қоймайды ғой, адауша өлі. Ой, түсінді ғой соны. Ана деп кеткен ғой, мир ұшып кеткен ғой, ана бізденше.
сосын мен переводчикті ашып Wi-Fi ашып ақшаңды көрсет дейді айтпақшы ақша тексереді екен ғой қанша теңгең бар дейді 600 мың теңге деп айта саламыз менде 600 теңге жоқ көрсетті ашамызда 258 астында 182 мың тағы болған еді содан кейін мен тағы ол кажется ше этоғда Каспийде не ғой 101 бәле дейді да сосын үтір қояды 00 деп тұрады ғой ше сол как будто миллион сияқты ощущение беріп жерді соған походу Алдап өтіп бара жатқан жақты көріп тұрсың. в общем бүкіл банкімді тексеріп ойла уже аэропортта отырмыз сендер қате беріпсіңдер деп шығарып салмасын қайдық кетейік осындай тоқтап отырамыз Маған 4 адам седі, маған 3 адам седі. міне This one. ой thank you Мен ортасына отырамын да. не Екеуі екі шетінде қызық болсын ба? иә давай орлап кетпесе болды заттарымызды біреу Қақтан орайды, ішіндеміз просто қолдарыңмен шықпаңдар да. Бопты. Мына аэропорты Камбоджаның. Әдем. Болды, осылай отырамыз. Ой, балаларымыз реально. Ой, жара. міне есігіміз осындай Адамға тиіп кеткен. Sorry. Түсінбейді ол қалсын. Не деп айту керек еді? все кеттік Акун ба қандай? Сомтау деген сөйле деп сөйле. Сомтау. Окун деген кеттік, рахмет деген сөз. Шығарма телефон. Ана жерде бола береді, бірақ давай. Әдемі екен қала ұнап жатыр маған. Кіреберістен жасыл сондай әдемі. Мына жерлер әдемі ғой. Номерлері мынандай болады екен. Жазулары түсті екен. Бұларда да VIP номерлер деп, кішкенті 999 деп. Моторбайктар көп екен, мотоциклде. Африка сияқты. Бұл жақтың рекламалары қызық екен бүйтіп. Стрелкасы несі сыртына шығып тұр. Айғайламай айтса тұрады. Айтып алайын қазір. Мынандай нелер сыртына шығып тұрып істейді екен осындай нелерді. Артынан қалған жарнама билбордтарды сыртына шығарып жібереді екен бүйтіп. Қызық екен. 3D эффект береді екен. Мен де аба деп оқыдым. AB банкта қазақтар ашқан екен. Иә, солар ашқан. Олардың директор, бордов директор нелері состав қазақтар. Мә, саған. Өз жондар. Осы аба банкты қолданады екен бәрі. Мына жерде местный ақша. Реелі местный ақша. Өсті осын қолданады екен. Мынаны қазақтар ашқан екен. Аба пей деп қояды. Көрші шақырып отыр чайға. Қазір ма? Өлі. Үйлер мына жақта күштеп мен маған ұнап. Мен үсті басым шөп бар, құрсын. Жүрген әдемі знай. Саған мынау қандай здание. Әдемі екен. Мына Камбоджаның жалауы. Күшті жол біліп тұрайын. Тұрып жатыр. Сән ескі шығып отыр. Ана танымал болып кеткен қыстырғыштар ғой, ә? Танымал болып кеткен қыстырғыштар осы гүл екен. Саған несі әлем бар. Ағаштарды прикольно екен. Әдемі бақшалардың арасында тәрізесін қарайша.
машиналарын былай жауып қояды екен, не істеп жатыр? Бұрыштар ма? Ана адамнан қорқып кеттім. Киімдер. Құтты екен Нұрайшаның үй жағы. Тыныш сияқты ғой Нұрай, ана жағы. Сонда киімдерін тек қана қойса Қай тілде сөйледі? Қай тілде біледі? Траң деген нені білдіреді? О май гад. Жүз жүр деген сөз. Траң. Далаға жай қоя ма киімдерін? Сен жаясың ба? Чап. Саған Нұрайшаның үй жағы осы жерде екен. Нұрай, үй жағын күшті екен. Түсеміз достар. Қайтып ашады мынау. Мына қайтып ашады. Тарт. Мен тарт. Саған жақтың әдемісін ай. Ойнап көрінбей ма? Нұрайша ана жерде тұрады екен. Ал. Мына жақта да не бар көрпеш. Саған жақта. Коконат. Анау бәрін не істеп тұрады екен. Кокос анау өсіп тұрады екен. Вау. Мына жердің бақша болып тұрған сондай әдемі. Біреу пианино ойнап отыр ана жақта. Көршінің үйінде ит бар? Да? Біз Нұрайшаның үйіне келіп, демалып, еще арасында Әзірбайжан әйелге қонаққа барып келіп, енді қазір қазақтардың үйіне кетіп бара жатырмыз достар. Қырғызстан емес. Камбоджадағы қазақтардың үйіне барамыз қазір. Мен сіздерге, ішін көрсетпейді жармын, бірақ жол типа сондай нәрсе көрсетемін ғой бұйырса. Біз қазір мынандай жерге келдік та. Бұл магазин телефонның экранын ауыстыратын. Ең ашты айфондарды сатады екен. iPhone 17 Pro Max $1549 басталып тұр. Осылай екен. Қызық екен іші. Мына заттар бар екен ішінде. Оған не істейді? Табынады ма? Сонда түсінбедім. Оған табынатын сияқты. Вот осындай дүкен. Қазір кәдімгі дүкенге бара жатырмыз. Жаңағы Сопли деген мына жерден шықты. Осылай бара жатырмыз. Ана жердегі магазинге кеттік. Мынаусы жабылып қалған ба? Жабылып қалған екен, ана жағына барады екенбіз. Мақтап едім, көрсетіп кетті. Ана жабылып қалды деп ойладым. Ашық екен. Ана жабылып қалды деп күткенің ашық болып шықты. Ашық деп тұрғаның жабық болып шықты ма? Мына жақтар. Көшеде тұрған нелер әдемі, комфорт береді. Кинкаку, Japanese BBQ дейді. Мына тілдері өздерінің түсініксіз бұнда. Бір оюға ұқсайды, қызық. Адамдардың байлықтары да қызық. Телефонын қолынан жуып әкет қалмасын, абайлау керек. Сондай бар екен ғой. Көкпас қолына әкете салып мүмкін екен. Pork noodles дейді. Мына жақта рамион сатады екен. Нұрайша бұрын осы деп қалған. Бұнда көшеде тамақ жеп жатыр екен. Вау, күшті ана жерде. Сондай әдемі, еще мен байқағаным бүкіл зданиялардың жөнді. Мындай жасыл налар, бүл сондай көп болады екен. Андай кафелерде сондай көп болады екен. Ана жер әдемі болып тұр. Окей. Мынау әдемі бір здание ма? Әдемілеу бір здание екен. Дүкенге қазір дүкенден не бар көреміз. Жаңа продуктілер көреміз. Мына көзім әлемізін қараңыздар. Әдемі гүл екен. Дүкендерін кіріп көрейік.
саламатсыз ба? Нудус. Вау. Мындай не? Маман отыр ма? Ой, банан тур Африкалык бананда ғой. Ой, мына бататпа не еді? Мынандай соустардың түрлері көп екен бұл жақта. Бізде бар ғой, бірақ біз көзіміз үйреніп кеткен екен жақта. Бізде ондай көп. Мә, ана жақта раменнің түрі көп екен, Нұрай? Нұрайша? Раменнің түрі көп екен, Осылардан танып аламыз да, халалдары бар ма? Лакиде халалдар. Лаки деген дүкен бар, супермаркет соның ішінде бар екен, халалдар. Андай бірдеңелер жеп көреміз бе деп. Мыналар не өз? Не очень сияқты. Бірақ бұл жақта абайлау керек өйткені бүкіл нәрсенің ішінде почти не қоса береді екен. Шошқа қоса береді екен. Сол үшін абайлау керек. Мынандай бірдеңе алайық та, корейский қараңғы. Халал ма? Оқысақ шығатын. Ой, мынандай печенькалар алайық, точно. Бәрі корейский екен, е? Бәрін Кореядан алып келе ма, не? Турксток па, қазама? Білмеймін ғой. Нұрай, қырса бәрін Кореядан алып келеді екен, мынандай заттар бәрі корейский ғой, олар? Дұрыс қой енді корейский магазин. Корейский магазин ба? Аты Сеул ғой. Оля. Жарайды, Лакиге барған торсын үшін көрсетемін. Нақта бір магазин. Міне тұр ғой, Даниса деген мынандай печенька алайық та, онда. 3 ақ толы керек екен еще. Осындай халал еще бәрі біледі. Бұл досын алайық. Дәмі құм сияқты. Нанос. Баға шығын. Ай-яй-яй. Все, Орео там. Бласту деген новый нәрсе что-то мен көріп И Pringles. Және же чипсы бөлмелер. Тоже, наверное, халал емес шығар. Ой, да, мынандай нәрсе сақлап екен. Ішпейді жемейді мынандай нәрсе. Все, мороженое көрейікші, қыздар қандай ма? Мынандай мороженое бар екен. Мен как будто Кореяда жүрген сияқтымын десем, е? Кореяға барып көрмегенмін, бірақ. Потом барамыз ба мороженое? Жарайды. Күшті. Күшті. Мынаны қараңдар, бұны бері сата ма? Вау, күшті қып сатады екен, е? $69 ма сонда? Тамыр ғына. Осыны ғой, жақтаға. Алтын тамыр ма? Неге бұл сонша қымбат тұрады мұнша? Неге бұл қатты не? Вино ғой енді. Популяр. Вино? Құдай, мынау Ginseng wine деп жазып тұр екен. Ойбай, мен ойладым, мынау 4 сап тұрған осыны жейді деп ойлап отырмын ғой. Ойбай, мен ішеді екен, ойбай. Құдай сақтайды. Мынау популярный мультик. Ой, мына жақта зелендер бар екен. Харибо. Мына жақта осындай не бар. Рамен жасауға арналған заттар деуге болады, сақтаналар. Рамен жасауға болатын заттар. Қызықтар деуге бар екен мынандай. Бұтта сала сияқты деп оқи алмайсың. О, біздің президент. Біздікі оқып кеткен. О, мыналар уже и так не емес пе? Ну, кажется, біздің Қазақстанда бар осылар. Дәл осылар маскалар мен көрдім. Вау. Күшті. Қазақтардың үйіне келдік. Біз Камбоджадағы. Камбоджада қазақтар тұрады екен. Ойбай, бір мен көрінбей қалады екен ғой. Осындай районда тұрады екен. Ну, Нұрайшанікіне кішкене ұқсас. Бірақ более богаче деп айтты ғой Нұрайша, білмеймін әйтеуір. Мынандай бір тук-тукпен келдік. Вау. Мына үйде тұрады екен ғой. Мәссаған. Қазақтар. Мынандай бір дүкен бар екен, супер-дупер деген, іші күшті дейді ғой. Көрейік. Сосын мына жақта машинаны есі қалдырып кете береді екенсің. Если біреу шығам десе өздері итеріп алады екен да. Сосын не істей береді екен. Өздері жүре береді екен. Еще мен қорқып жатырмын ғой. Яқтағы полицейскийлер не қыламай. Маған қалай итеріп жатыр? Шынымен итеріп жатыр, е? Вау. Полицейскийлер тисе ма деп қорқып жүрмін да мен. Африкадан кейін солай не істеп қалған ғой, сөйтсем ешкім тиіспейді екен. Ой, мынандай. Неге ба? Мынаның чипсылар солай екен. Не аламыз мына жақта? Ертең жолға аламыз ба, типа? Мынаның да түрлері көп екен. Мынаның қараңыз көп. Аппақ екен мынаның түсі. Сары болып көрінбей тұр, е? Стейк дейді. Чиабата.
pocket ciabatta нан екен. Нан көп екен ғой. Мына жақта джеллолар. Мына не? Шиелер. Қызық нәрселер бар екен, мыналар не екен, интересно. Так, Queen S Peppermint. Ну, нелер, тұздық сияқты бір нелер. Осылай нәрселер бар екен. Қызық нәрселер бар екен. Organic sugar. Сахар. Ойна бізде де болған, деп білесің ғой. Вот, тұз, поз, анау. Вау, мына жақта нелер. Бахараттылар. Аттамын ұтқымын қазақша. Мәне саған. Мен все равно қорқып атым қазір. Неге түсіріп жүресің деп ұрсатын сияқты қорқып атым ше. Біреу менде флешбэк после Африки болып атыр. Бірақ бұл жақтағы адамдар тескі деген. Фруктыларын осылай сатады екен. Вау. Қанша мына $3, мына алтауы $3. Ол деген үшті, примерно 500 десек, грубо. 1500 теңге. Ойба, қымбат екен, что-то. О, мына жақта. Міне өзі майонездер. Түрлері көп екен майонездердің. Банандар. Неқа баруға ұялып атырмыз, бұл жақта өңшін нелер жүр екен ғой. Түрлі ұялып атырмын білейін. Қой мен кеттім мына жақтан. Ұялам, адамдар қарап атыр. Ой, сникерстер. Қой. Көп нәрсе бар екен. Мыналында түрлер бар екен ғой, мынандай. Сарымсақтарында түрлер болады екен. Есі күшті отырғанда түр бар екен. Вау, әдемі сатады екен. Супер-дупер. Мынандай снектар бар екен, корейский. Бақта Кореядан заттар көп келеді екен, қасы? Қытай. Кореядан да бар. Дуа келінді дейді ғой, что-то? Бірақ Қытайдың заты Да? Қытайлар барлық жерде көп сияқты. Қайқа барсам Қытай көп. Несі? Қытайларда барлық жерде көп сияқты. Қхмер органик кешюс дейді. Мына қхмерлердің өздерімен жасайтын кешюлар. Өздері шығарады өзім. Комфорт. Жуатын мына жақта жуатын нәрселер. Мына жақта там Қытайсын сатам алып білекен. Ой. Нұрайшалар қайда кетіп қалды? Роза ойыл деп. Корейский. Ойба, $18. 76.500 риел. Риел деген екен. $18. $18 деген 5-6 теңге ма? 7 теңге ой деп. Damage here. 6 types of vegetable oil. Formula nourishes and damage. Damage diyordu mu? Nourishes and damage diyor. Hey. Okay. Нұрықтан балдар. Әсел. Бал. Глюкоза. Мына нәрсе бар екен. Ананас дейді. Ананасты былай шығарып варенье ма? Сонда типа $3. 1500 теңге. Мына жақта көп нәрсе сол $3. 1500 теңге екен ше. Киеві де істеп істейді екен. Қызық екен. Но енді варенье кәдімгі көтмайды ка. Өрік. Не? Лайм бар маған. Саған лайм бар ғой, лимон емес лайм. Сондайдан жасайды екен. Сәл қымбатырақ екен, саған қызықпен дәмі көрінді. Саған күшті екен. Wild Harvest almond butter. Мына жерде уже әртүрлі баттарлар бар екен. Даже мынандай дайын блинчиктер сата береді екен. Мына жақтар бар екен. Мороженое түрлерін көргім келіп отыр ше. Мороженое түрлерін деген. Негізі Камбоджаның адамдарының тілдері әдемі екен. Камбоджаның адамдары секунды екен түрлері. Ой, мында варенье емес, мында не еді? Ой, бай, fried mini pork. Короче, ішіне не қосады, шошқа қосады. Бәрінің ішіне почти шошқа қосатын сияқты. Короче, мына тамағын осылай. Wines, конечно, да. Crispy nuggets. Мына жақта, ой, мындай, не өзі? Мына жақта сүт емес, су өнімдері ма, балық өнімдері дейма, сондайлар.
жетеді екен. Күшті. Бұл жерде не мыналар түсінбеймін. Чайч Spring Roll Pastry. Ну, типа самса сияқты бірдеңелер мыналар. Мынау түрлері қызық. Көтендер көрсетіп. Ай, дамплингілер бар мынандай китайский. Күшті. Где мороженое? Мороженаларға қақтым. Неғда дайын пиццалар бар. Ой, мыналар бар ғой, Африкада да бар еді ғой. Примерно осыған ұқсайтындар. Дәл осылар емес, бірақ сонда көп сататын тоже. Мына жақта балықтар. Вау, күшті балықтардың күшті болсын несіз екен. Бізде мысалы Қостанайда мен Қостанайда тұрамын. Нелер балықтар прям не болып тұрады. Қатты болып тұрады, түрлі көмді. Ана жерде түрлі көміп тұрады екен. Мына жақта да сол балықтар, там ет тағамдары. Давайте нам нәрселер прикольно. Мороженое таба алмаймын. Ой, мына жақта уже еттер қанша тұрады екен. Саны қанша? 250 грамм. 250 граммнан сатады екен. 250 граммы 448 доллар. Что-то арзан сияқты ма? 200 граммы 6-да 93. Мұрайшылар таба алмай қалдым. Мына жақта мында суықтар бар екен. Қызық екен, Оның қараңыздар. Күшті сияқты мынандай. 多少钱？ Мына жақта Қытай өзі. 大味儿的。 Кефир жазып тұрған мына жерде. Кефир плейн. Неге кефир, интересно? Неге аты кефир? Қызық. Нелер осындай. Той, атын айтамай қалдым. Йогурт жазып тұр. Продуктілер осындай. Қандай продуктілер бар деп қалдым. Мындай нәрсе көп жейді сияқты, күшті сияқты, иә? Аласың, ішесің. Бізде қандай активист сияқты ол, короче. Маған не жасалған? Блуберри екен бұл. Не сонда. Не знаю, просто суть, кажется. Мына йогурттар. Қық нәрселер бар екен. Бізде жоқ нәрселер бар екен. Сосын не бар? Сырлар бар жақта. Кәдімгі сырлар. Ой, мен танымай қалдым не өзі? Милк. Мына сүтті былай сатады екен. Личи милк бар, личи қосылған милк. Мына қызық нәрсе сатады екен. Манго қосылған сүт. Міне саған. Кантата. Сосын не бар? Мына не сонда? Аты жазылмаған. Мына Teacher Kang Snow Peer шәй ғой мына бар. Мына Липтон тұр. Липтон осы жақта да сата береді екен. Бірақ мынаған мысалға өздерін қою керек. Астилемон. Ой, мочи сатады екен. Мочилар кішкентай аудио походу. Кішкентай мочи сатады екен $1. Енді мен бұлардың бәрін жеп көремін. Себебі мен бұлардың несін білмеймін, составын. Зерттеп отыруға уақыт жоқ. Ода несі деген дәне сатылы көсіндей. Вот. Сосын не бар? Сосын мынандай заттар бар. Күшті. Тағы не күшті институт бар. Ой, мына жақта мороженое тұр ғой. Вау. Мороженое жақта үлкен ма? Мына картдорды. Картдог деп оқады. Осыны біз Африкада жейтін едік көп. Көп жемейтін едік. Точнее, бір рет алып жеп көріп бердім, ұнамай қалды. Сосын жемейтін болдық. Ұнамай қалды. Мыналар да кажется сол жерде бар еді. Есімде жоқ. Мына бар еді. Магнум бар еді еще. Біз бұны жемедік, потому что халал емес. Бірақ мынаны жеп көргенбіз. Тоже нормально. Қатты тартпады онша. Негізі Африкадағы мороженое онша дәмді болған, если честно. Мына жақта да Hershey's дейді ғой. Мына жақта да мороженое түрлері толы екен олар каса. Oreo, Hershey's, Murray, Sara. Мына жақта мороженое түрлері көп екен. Мына жақта донат, макаронс, блины и таплылар, в общем, на столе. Sausage мына жақта. Вау, мынау біздің қыздар.
Иә, бүкіл продуктын көрсеткішін білмедім. Бумаг алдық, қандай йогурттар алдық. О, дәмді ма? Иә. Міне мен былай дайындалып алдым. Қазір біз Камбоджаның Пномпень деген қаласынан Сием Рип деген қаласына бара жатырмыз. Таңғы сағат 5:30.